Құрметті жақсылар, көп адамдар иманға келе алмай қалды. Өзінің тәкаппарлығы, мал дүниесі, басқасы. Ал бұл жерде біздің үйренетін сабағымыз бар. Бір күні, тіпті осындай да сөз бар. Буддаға, Гаутама Будда деген бар, буддистердің үлкені. Сол кісінің жанына келіп біреу айтыпты. Маған Құдайды үйретші деген екен. Сөйтсе, малыңды таста да артынан ер депті. Мағынасы не? Бұл барлық дінде бар. Бұны заманауи психологияда айтады. Осы өмірдің бақытына жеткің келе ма? Осы өмірдің бақытын тапқың келе ма? Иә. Сен бақытты іздеме, сен бақытты Алла тағала біздің жүрегімізге қойып қойған ғой. Бірақ сол бақытқа кедергі болатын нәрселерді алып таста дейді. Біз керісінше ғана кедергі, менің бақытты болуыма не кедергі болады екен деп сол кедергілерді алмаймыз. Бақытты болуыма қалай істесем болады деп байлық, басқа нәрсені іздейміз да, анау жүрегіміздегі түрлі аурулар, қорқыныштар, қисықтардың бәрін жамағымыз келеді. Құрметті жақсылар, бір нәрсені жамап жақсы болмайсың, оны алып тастап жақсы боласың ғой сен. Сен онсыз да жақсы болып жаратылғансың. Өйткені ойлашы, адамның жаратқанда қате бар, Алланың жаратқанда қай жерінде қате бар? Алла тағала сізді бар ғой, өзі жаратты. Бұл әлемде, бүкіл әлемнің патшасы өзі жаратқан ғой сізді. Сізді Алла тағала жаратқаннан кейін сізде бәрі бар ғой, түсінесіз ба? Сізде болмауы мүмкін емес нәрсе жоқ. Байлық, бақыт, махаббат, соның бәрі мына жерде тұр сізде. Сіз өзіңіз оның бәрін немен жауып тастадыңыз? Мал дүниені жақсы көру, біреуді көре алмау, қорқақтық, тәкаппарлық, басқа ауруменен жауып, ананың бәрін жарқыратпай қойдың ғой мына жерді. Соны қашан аласың, мынаның бәрі жарқырайды. Бірақ нәрсе. Біз керісінше оны жамаймыз. Жамама, сен өзің жалтырақсың, сен өзің алтынсың, сен өзің Алла тағала сондай қып жаратты, мықты қып. Бірақ соны сен өзіңді тазаласай. Шынымен ақ қана интернетте де жүр. Бір әйел кісі айтады, мен дейді психологияны, анау неше түрлі ғылымдарды оқыдым дейді. Одағы мақсатым осы өмірге неге келдім, қаяққа бара жатырмын, жалпы өмірде бақытты болғым келеді, сол бақытымды тапқым келеді деп іздедім дейді. Бірақ маған оған ғылым, бір ғылым маған жауап бермеді дейді. Бәлки қашан мен өмірде қысылсам, қиналсам, бір шешімге кіре алмай түйткілге тығылып қалсам, кімді іздейсің? Алланы іздейсің. Алланы іздейсің. Бұрын мен Алла бар деп аузыммен айтады екенмін дейді. Құдай бар деп аузыммен айтады екенмін дейді. Қазір дейді, Құдай болмауы мүмкін емес деп сеніммен айтам дейді. Қарсыңыз, басқаша қылып айтам дейді да. Құдай болмауы мүмкін емес, маған дәлелдей алмайсың деп айтам дейді. Өйткені осы сенім ғана мені соның бәрінен алып шықты. Мені бақытты сезіндірген осы сезім дейді. Бөлек дүние.